Қайырлы күн болсын. Күндеріміз енді негізгі мақсатымыз біздердің осы кәсіпке келгендегі мақсатымыз алып келіп отқан бірінші біздің арманымыз алып келді. Яғни арманымыз алып келіп, әрі қарай ол арманды мақсатқа айналдырып жатырмыз. Енді көп жағдайда адамдардың не себептен өздерінің мақсатына жете алмайды. Неге бір адамдар жетеді мақсатына, бір адамдар жетпейді. Өмірде қарап отырсақ, өздеріңіздің жақындарыңыз болсын, айналаларыңыздағы адамдар болсын, мақсатына жететін адамдар бар, мақсатына жете алмай, кәдімгі үйреншікті айналамыздағы жаңағыдай 100% адамдарды алатын болсақ, 100%-ның 90%-ы қандай өмір сүріп жатыр, сол деңгейде өмір сүреміз. Бірақ сол біздің арамызда бізден артық өмір сүріп жатқан 10% адамдарды алатын болсақ, сол 10% адамдардың ілгері басып, өздерінің мақсатты армандарынан да артық өмір сүріп жатқандарын тек өздерін ғана емес, айналасына, басқаларға да сондай жақсы жағдайлар жасауға мүмкіндік беріп, көмектесіп жатқан адамдарды көріп жатырмыз. Не себептен біз сол 90% адамдардың ортасында қаламыз, не себептен біз 10% адамдардың қатарына қосылмаймыз. 90% адамдардың қосылмайтын себебі олар өздерінің өмірдегі орнын тапқан жоқ әлі. Өздері өмірде білет, кәдімгі күнделікті адамдардың көп армандары не? Күнделікті ішсем, жесем, кисем деген тек қана арманмен шектеліп қалған. Яғни болашақта одан да артық арман қойып, одан да артық өздерінің жаңағыдай басқа адамдар сияқты айналасындағы үлкен жетістікке жетіп жатқан адамдардың жағдайын көріп тұрса да, оған мен жете алмаймын, ол менің қолымнан келмейді деген немен жаңағыдай санамен, сондай оймен шектеліп қалады. Енді көп жағдайда жетістікке жететін адаммен жетістікке жете алмайтын адамдардың менің өмірімде, тәжірибемде өзімнің дәлелденген нәрсе бізде жалқаулық, еріншектік, сосын тәртіп деген нәрсеге біз бағынғымыз келмейді екен. Былай қарайтын болсаңыздар, спортта спортсмендер не істейді? 5 жасынан бастап, 6 жасынан бастап бір жақсы жаттықтырушыға апарып береді. Сол жаттықтырушы оны не істейді? Жаттықтырады. Өзінің несі бар, оның методикасы бар. Сол бойынша оны сағат белгілі бір күндегі уақыт бойынша сол жаттығулардан өткізеді. Өзінің уақыты деген кезде үлкен жаңағыдай нелерге халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатыстырып, әлемдегі жаңағыдай бірінші орындағы спортсмен ретінде оларды танытқысы келеді. Былай қарасаңыз, не үшін сол ауылда да жетістікке жетуге болады? Яғни бір кішкентай шамамен 100 мың теңгемен, 200 мың теңгемен де өмір сүруге болады. Ол тек қана сіздің отбасыңыздың ғана сіздің табысыңыз көріп біле алады. Жаңағыдай спортсмендер облыстық деңгейде өсе алады, яғни мемлекеттік деңгейде өсе алады, халықаралық әлемдік деңгейде өсе алады. Оны бүкіл әлем тани алады, бүкіл мемлекеттегі адамдар таниды деген сияқты, я болса облыстың көлемінде таниды. Сол сияқты біздердің де жаңағыдай өмірге келгендегі мақсатымыз біздер өзімізді қай деңгейде, өзіміздің бойымыздағы біліміміз бар, өзіміздің бойымыздағы барлық жақсы қасиет қабілеттерімізді өзіміз бірінші танып, отбасымызда балдарымызға танытып, айналамызға танытып, бүкіл әлемдік дәрежеге біз жетуге сондай мақсат қоя аламыз ба? Осы екен ғой негізі адамдардың өмірдегі келген өзінің әрқайсы орнын білу деген. Сондықтан жаңағыдай сіздің қазіргі өмір сүру деңгейіңіз сізге қажетті өміріңізге күнделікті мүмкін сіздің жағдай болатын болса, біз сол табысты әрі қарай көтеру, көбейту деген мақсаттың өзін қоя алмайды екенбіз. Тек қана шектеліп қалған, айтамыз ғой, біздің миымыз не істейді дейміз, бізде ақыл бар деп жатырмыз. Ақылдың болады мида арасы, түбі жүректе дейді. Яғни ол ақыл көреді, естиді, сол көрген естігеніне байланысты не істейді, ол әрекет жасағысы келеді. Яғни талпынғысы келеді, ұмтылғысы келеді. Бірақ оны істейміз, біз басамыз. Ол ақылды өсірмейміз. Ол маған бұлай емес, мен оны жасай алмаймын, ол менің қолымнан келмейді деген сондай біздердегі қалыптасып қалған сондай қағидалармен. Өйткені біздің сол өмір сүріп жатқан ата-анамыз солай өмір сүрді, біздің айналамызда қоршаған адамдар ғана сөйтіп өмір сүріп жатыр. Сол деңгейде не істеп қаламыз, тоқтап қаламыз. Яғни біз өзіміздің балдарымыздың болашағында ойламаймыз ғой. Болашағы баламды не күтіп тұр дейміз да? Не күтіп тұр болашағымыздың, сіздің болашағын қалай ойлайсыздар? Ойлайсыздар ма сіздің балдарыңыз ертең болашақта тек қана біз не ойлаймыз? Қазір бала мектепке барып жатыр, Құдайға шүкір біздің мемлекетімізде тегін оқу. Мектепте тегін оқығаннан кейін
оған да біз ондай мән бермейміз да, тегін әйтеуір бала мектепке барып жатыр, бірақ барып жатқан бала мектепте қандай ілім алып жатыр, қай деңгейде ілім алып жатыр, ертең ол 10-шы 11-ші мектеп сыныбын бітірген кезде оның алдында не күтіп тұр, ол қандай маман болады, ол қандай мамандықпен өзінің халқына көмектеседі, қалай сол мамандықты ол жетілдіреді деген біздерде әрден ойлау таяз әлі. Мен өзіме байланысты ғана бұны айтып отырмын, айналама қарап. Яғни ол біздер неде жаңа 40 жылдығын ойламаған еркектен емес, 40 күндігін ойламаған әйелден десіп қазақ ата-бабамызда ішіне кетіп кеткен ғой. Біздер әлде де болса таяз ойлаймыз. Біз тек қана бер жағында, тек қана бала-шағамыздың ішіп жеген ғана әлі бәрін ойлайтыны, тек бір ішіп жесе, әйте ауырмаса деген бір ғана мақсат. Одан кейін жаңағыдай көп қажеттілік заттардың бәрі жаңағы телевизор болса, бұрын осыдан бір 20 жыл бұрын телевизор бар үй өте бай адам болып есептелетін. Қазір бір үйде 3-4 телевизор бар. Бұрында осы сотовый телефон шыққан кезде жаңағыдай не істейді ол телефонды, жаңағы байлар құтырған, байлардың бәрінде бала-шағасы бір телефон бар деп еді. Қазір әр үйде, әр балада мектепке баратын, садикке баратын балаға дейін телефон бар. Көрдіңіздер ме? Оны бір адам қабылдайды, соны адам қабылдағаннан кейін соны көріп біздің ақылымыз не істей бастайды, жетілдіре бастайды. Яғни машинада айтатын болсақ, қазір көлігі жоқ, үй жоқ. Бәрінде бір көлік бар. Бір жоқ дегенде бір көлік бар. Мәйлі қандай көлік болса да әйтеуір көлік бар. Өйткені көліксіз қазір адамдарға қарым-қатынас жасау өте қиын болып тұр да, сол сияқты. Енді жоқ адамдар да бар ғой, жоқ адамдар бар. Сотовый телефонның қымбатын ұстайтын адамдар бар, арзан ұстайтын адамдар бар. Енді ол да неге байланысты? Адамның өзінің ойына байланысты. Яғни көп жағдайда айтатынымыз ғой, біздің миымыздың жұмыс істейтін негізгі қабілеті көрген, естігені не істейді дедік, көріп, естіп, ой туындайды. Сол ой арқылы біздер не істей бастаймыз, ілгері жүре бастаймыз. Біз енді осы өмірге келгеннен кейін бәрібір тіршілік жасауымыз керек қой. Енді ешқандай тіршілік жасамасақ, өмірдің де бір ешқандай да мәні болмай қалады, ешқандай да бір қызығы болмай қалады да. Әркім өзінің жағдайына байланысты өзінің өмірін өзі қалыптастырып жатыр. Көп жағдайда мен өзім ауылда тұрғанда, Қармақшы ауылында тұрғам. Сол кезде қарасақ, адамдар жаңағыдай жұмысын істейді. Сосын әйтеуір 7 сайын бір той, құда жолы, болмаса әйтеуір бірдеме ойлап тауып, айына бір әйтеуір қонақ шақырып, бәрі жиналып отырады. Сонда ойлап отырсам, қарасам, тек айтатындары өсек қой. Біреу туралы айта бастайды, біреудің жағдайын айта бастайды, біреудің бала-шағасын айта бастайды, біреудің ішкенін айтады, біреудің кигенін айтады, біреудің байығанын айтып кетеді. Бірақ сол кейін өзім сараптап отырсам, сол осылай бай болайық, сол адам сияқты бізді сол не істеді екен, содан сұрайықшы, үйренейікші, бір адам жақсы болса соны тек жақсы айтайықшы деген әңгіме аз айтылады екен. Енді қазір мүмкін басқаша шығар деп ойлаймын енді. Өйткені біздің ортамыз бөлек, қазір біздің ортамыз тек қана әр адам өзінің болашақтағы қазіргі жағдайын армандауды ғана, мақсатын ғана, мақсаты бір арман, бір адамдар бірігіп жатыр да. Олардың айтатыны да, олардың ойлайтыны да бір. Олар бір-бірін сол жақсылыққа қарай, жетістікке қарай тартып, үйретіп, соған жетсе екен деген бір-біріне деген сондай жақсы ниетте қалыптасып жатырған бір орта қазір бізде. Сол себептен сіздер әлде де айтамын сіздерге, мына мидың жұмысы өте қатты қайталаңыздар. Сіздер әр күні өздеріңіздің ойыңызды қадағаламасаңыздар, өздеріңіз миыңызға керек ойды салып қоймасаңыздар, сіздер не істейсіздер, әлде де болса өздеріңіз жетістіктерге кешіресіздер. Біріншісі тәртіп, неде болу керек? Тәртіп сіздің миыңызда болу керек қой. Мида тәртіп болмайынша, сіздің миыңызда не болса сол қандай ой кіріп кетіп, қандай болса сол ойды кіргізіп, сол ойдың жетегіне кетіп жатсаңыз, сіздің миыңызда өзіңіздің арманыңыз сіздің миыңызда тұрмаса, ол не болып қалыптасады? Ол миыңызда ой болып қалыптасады ғой. Сол ойыңызды ұстап тұрамасаңыз сіздер, онда мақсаттарыңызға жете алмайсыздар. Тәртіп бірінші адамның өзінің миындағы ойда болу керек. Миыңыздағы сіздің ойыңыз түзелді ма, тәртіптелді ма, сіздің миыңыз сізге не керек екенін білді ма, сол кезде сіздер тез жетістікке жете аласыздар. Ал біз ойлаймыз, жазып қоямыз, жаз деп айтты, жаңағы жетекшім, арманың жаз деді, мақсатың жаз деді дейміз да, бірақ оны ойламаймыз. Жасайық десек, күмән, күдік, қорқыныш, сол нәрсе біздің ойымызда, миымызда тұрады. Қорқыныш істей алмаймын, жасай алмаймын, мен қолымнан келмейді. Бір
тапсырма келсе, сіздер бірден қорқып, шошып, өз арманыңыздан өздеріңіз қорқып, өз ойларыңыздан өздеріңіз қорқып, өздеріңіз қашып жүрсіздер ғой. Яғни адамдар сыртқы фактор дейміз, менің ішкі жан дүнием. Сіздің жан дүниеңіз ол бір мозаиканы құрып үйрендіңіздер ме сіздер? Я болса конструктор құрып үйрендіңіздер ме? Сол конструктор құрған кезде біреуі дұрыс болма келмесе, сіздің салып отырған дүниеңізді аламайсыз ғой? Дұрыс па? Яғни сол сияқты сіздің ішкі дүниеңіз, ол сіздің өзіңіз конструкторсыз сіз, өзіңіз архитекторсыз. Сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз жасап жатырсыз. Біртіндеп жаңа кірпіштерді салып жатырсыз. Егер сіздің бір кірпішіңіз сол дұрыс болмаса, ішкі дүниеңіздағы сіздің қалап жатқан өміріңіздің бір жаңа саласы дұрыс болмаса, не болмады? Әрине ол бұзылады. Дұрыс па? Сол сияқты біз ішкі дүниемізді қалыптастырып келе бастасақ, ішкі дүниемізді орнына келтіріп, өзімізге не керек екенін біліп, соның жаңа айтқан біздің арман мақсаттарымызды ойлап сала бастасақ, сырттан не келе бастайды? Жаңағыдай неше түрлі енді бір әрекет жасай бастасаң, сыртқы факторлар сізге әсер ете бастайды. Сол кезде не бұзылады? Біздің ішкі дүниеміздағы салынып жатырған құрылысымыз бұзыла бастайды. Ол бұзылғаннан кейін болып не аламыз біз? Сыртқы дүнияда, ішкі дүниемізді сыртқы дүнияға саламаймыз ғой. Бірінші сол себептен ішкі дүниеңізді қалауыңызға сенімдісіз ба? Ешкімнен қорықпайсыз, оны жасай аламын, менің қолымнан келеді, ешкім оны бұза алмайды деген сіздер шешім қабылдадыңыздар ма? Меселі біздің ішкі дүниемізді салып жатқан жаңа құрылысымызды, жаңа мозаикамызды әркім келіп не істеп кетеді? Бір ойлармен, бір ой ғой тек қана бұзатын. Ішкі дүниемізді бұзатын ой. Сыртқы адамдардың ойын, сыртқы факторды алып аламыз да, өзімізді ойлап тұрған жаңағыдай мен баймын, мен осы айда 10 миллион ақша таптым, мен осы айда 100 мың теңге айлық алдым, мен осы айда 10 адам тіркедім, мен осы айда консультант жаптым деп, соны айта беру, ойлай берудің орнына біз бастаймыз азанда, мен күмәнім жоқ, бастайсыз азанда сіздер. Бірақ бір сағаттан кейін жоқ қой, бір етіп, анау тауға құстар қонғанын көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ғой, торғайлардың. Қасына барсаң пыр етіп ұшып кете ме? Сол сияқты сіздердің ойларыңызды бір негатив келді ме, бір адам келді ме, пыр етіп ұшырып аласыздар да, даладағы адамдардың жаңа сөзін ойын кіргізіп алып, бітті, содан күмән келеді. Содан соның жетегінде өздеріңіз қадағалаңыздар, ол өте үлкен күрделі жұмыс. Сол себептен қазіргі әлемдегі деңгейдегі бай адамдардың саны аз. Даже өзіміздің тұрып жатқан айналамыздағы адамдардың, бай адамдардың саны аз. Бай болуға бәріне мүмкіндік бар. Бәріңіз бай боласыздар. Бірақ сіздер өздеріңізге керек нәрсені біліп, сол керек нәрсені ойлап, соған байланысты әрекеттерін жасай берсеңіздер ғана басқа жол жоқ. Сондықтан мен мидың жұмысын қайта-қайта айтатын. Мидың жұмысы ол ойды не істейді? Сақтап тұрады. Ол ой сізде тұрған ой әшейін тұрмайды. Ол ой жақсы ой болса, эмоция деп жатырмыз, жақсы ой не келеді? Жақсы эмоция келеді, жақсы нәрселер тарта бастайды дейді, тартылыс күші дейміз ғой. Ол біздің миымызда тұр. Миымызда не бар? Біздің ойымыз бар. Сол ой ол бізден тұрмайды. Керек ой, керек нәрсені тартады. Жақсылық болса жақсылық тартады, жамандық болса жамандыққа. Ол заңдылық. Сол себептен айтады, болады түбі жүректе, мида басы дейді. Соны алған нәрсені сіз жүрегіңізге салып, әрине соған байланысты әрекетіңізді жасап, жақсы іс-әрекеттерді жасап, ақылыңызбен жасап, сол нәрсеге байланысты. Сол жүрегіңізде құбылмай, сол тәуекеліңізді күшейтіп, үмітіңізді арттырып отырсаңыз, сіз міндетті түрде жетесіз. Өйткені мен өзім осы дүнияда солай әрекет жасап, солай сол өзімнің қалаған арманыма, мақсатыма, әрине бірінші Алла тағаланың жәрдемімен, екінші әрекет жасауым, үшінші өзімнің керек нәрсемді біліп, сол керек нәрсемді ойлау арқылы соған жетпеген адамның қамалы болмайды екен. Мен оны сіздерге бір біреудің, даладағы біреудің тарихын айтып отқан жоқпын. Өзімнің жеке басымның өмірдегі жеткен жетістігіме байланысты сіздерге айтып отырмын. Сондықтан біріншіден сіздер ішкі дүниеңіздің қалауын өздеріңіз жасамасаңыздар, ол өзіңіз жасалған жаңағы ішкі дүниядағы мозаика жан дүниеңіздің қажетін сіз өзіңіз білмесеңіз, оны білген жағдайда әркім келіп оны бұзып кете беретін болса,
не сияқты құмда ойнайды ғой балдар, үй салып барып бұзып кетсе не болады анау құм қайтадан шашылып қалады иә. Сондықтан сіздің ішкі дүниеңіздағы жаңағы сіз неден саласыз, құм сияқты болып тұр ғой сіздердікі. Мықты емес та, әркімге бұзып кете береді. Сосын жаңағы теңселіп отырасыздар. Түске дейін емес, жаңағы бір сағат сайын, минут сайын ой тұрақтамай тұрғаннан кейін сіздердің адамдар айтты да, осындай адамдар келмей жатыр, келем деп келмеді, алам деп алмады, ішем деп ішпеді дейді. Ол адамдар емес, ол сіз. Біз өзіміздің миымыздағы біздің ойымыз, ішкі дүниеміз сол нәрсені жасап бере береді. Сондықтан ешкімді кінәлама деген осы. Қай кезде сіз керек нәрсеңізді қатты ойлайсыз, сол кезде ол тез болады. Ал ол анда-санда бір ойлап қойып, я болса оны ойламай-ақ қойып, я болса оған сенбей, я болса оған күмән келтіріп отырсаңыздар, ешнәрсе болмайды. Бірден айтайын сіздерге. Құрбосқа уақыттарын жіберіп аласыздар. Сол үйленген әдет, ол ана мен айтамын ғой, қазан бар ғой, біздің қазақ болғасын бәрінде қазан бар ғой, далада от жағатын қазандар, ошағы бар қазандар, соның түбіндегі күйені көрдіңіздер ғой, сол біздің бұрынғы әдетіміз, сол күйе сияқты ғой. Миымызда сол күйе сияқты жағылып қалған, оны тазарту үшін бізге қиын болмайды. Бұрынғы әдет алып кете береді. Енді сол әдеттің жетегіне жүре беретін болсақ, әрине бізде ешнәрсе болмайды. Сол себепті мынау сіздер жетекшілеріңіз айтып жатыр ма, сабаққа кел деп жатыр ма, кел, қатыс деп жатыр ма, қатыс, анализ жаса деп жатыр ма, ол қиын. Адамдар қашады. Неден қашады? Жаңа анализ тапсыр десең, өйткені қашады, не себептен? Істемейді ғой. Істемегесін қашады. Алладан істесе, әйтеу әрекетін жасаса, Алла Тағала берекетін береді ғой. Сондықтан қаша бастайды да, жаңағыдай 10 адамнан 1 адам, 100 адамнан 10 адам тек өзінің мақсатына жетеді. Ал енді сізге қойған тапсырманы да орындау адамның қолынан келеді ғой. Менің қолымда жауапкершілік ғой қайтадан. Мен осы бір жетке сабаққа барамын, бір жетке мен осылай тапсырма алдым, осы тапсырманы мен орындауым керек деген сіз өзіңізге шешім қабылдасаңыз, міндетті түрде орындайсыздар. Ал сіздер қатысып отырсыздар сабаққа, әшейін уақыттарыңызды жіберіп отырсыздар. Өйткені ол сабақтың нәтижесін орындамасаңыздар, оны жасамасаңыздар, оның әрекетін ешқандай да қабылдамасаңыздар, не болады? Ешнәрсе болмайды. Сөйтіп мықтылар қалып, адамдар не істейді? Бұл өмір таусылмайды ғой. Таусылмайды, жаңарады, адамдар жаңара бастайды. Сосын бір күн айтады, мен бастағанда болып едім, мен осыны бастап едім, я болса деді, ой, ол компания жаман, ол компания жетістікке жетпейді, ол компания емес ғой жетістікке жеткізбей отқан адамның өзі ғой. Өзіңізден жетпей отқан жетістікке. Қарасаңыз, соның ішінде жетістікке жетіп отқан адамдар бар ма? Иә, бар. Егер компания дұрыс болмайтын болса, компанияның жаңағы жетістікке жеткізбейтін компания болса, неге ол жерде жетістікке жетіп отқан адамдар бар? Неге ол өнімді ішіп, денсаулық жасап отқан адамдар бар? Маған әсер еткен жоқ. Мен ішіп едім, жаман әсер ақшам кетті, ешқандай әсер. Неге сол жерде нәтиже алатын адамдар бар? Неге сол өнімді алып дүнияға көпелі болған адамдар бар? Неге мына денсаулығы бітті, енді осы ешқандай баратын жерім жоқ дегенде осы SANEEVA компаниясының өнімін алып денсаулық жасап адамдар бар? Көрдіңіздер ме? Сонда адам күнәні өзінен іздемейді, неден іздейді? Жан-жағынан іздей бастайды. Сондықтан айналаңызда болып жатқан сәтсіздіктердің бәрі өздеріңізге байланысты. Тағы да айтамын сіздерге, ешқашан ешкімді кінәламаңыздар. Өздеріңізден іздеңіздер. Өздеріңіздің бойыңызда не нәрсені дұрыс істей алмай жатырмын, не нәрсені істеп жатырмын, бірақ соны артық істей алмай жатырмын. Сіздер компанияның келдіңіздер, иә? Компанияға келдіңіздер, компанияның сізге маркетингін, бизнес жоспарын айт десе, айтпасаңыз, бизнес адамдар шақыр десе, шақырмасаңыз, өнімдерді ішіп, нәтиже алыңыз десе, алмасаңыз, арман мақсат жаз десе, жазбасаңыз, коллаж жаса десе, жасамасаңыз, онда сізге ұнамаса, не істейсіз сіз бұл жерде жүріп? Оны жасамағаннан кейін, ол компанияның өзінің қойып қойған несі, ережесі, ол соны жүруіміз керек бәріміз. Оны жүрмегеннен кейін, бізде қандай нәтиже болады? Ешқандай нәтиже болмайды. Сосын өмірде де, ол өмірде солай сол адам сол әдетімен жүре береді. Анда барады, бұл жерде істемеген нәрсе, басқа жерде істемейді. Сол жерде бар, ол жерде, сол ана жерде де былай сөйтіп жүргенде адамның өмірі өтіп кетеді ғой. Адам өмірі әрбір сағатыңыз қайталанып келмейді. Әрбір күніңіз қайталанып келмейді. Әрбір секунд. Даже секундыңыз қайталанып келмейді. Ал сіздердің бәріңіз қалай, не болашақта балаларыңызға не күтіп отырсыздар, балаларыңыз үшін не істейсіз, өзіңіз болашақта не күтіп отырсыз? Әлде егер сіздер өмірге көніп,
осылай маған өмір сүруге ұнайды десеңіздер, онда сіздер бұл жерде жүрмей ақ қойыңыздар. Уақыттарыңыз кетіп қалады бірден екен. Сондықтан миларыңыздағы керек ойды, арманыңызды, хотя бір ойды, осыны ылғи айтамын ғой, көп ойды ойлауға сіздердің әлі миларыңыз үйренбеген болса, бір керек ойды ұстап үйреніңіздерші. Бір ойды ғана ұстап үйреніңіздерші, көп нәрсе ұстамай қойыңыздар. Әдеттеніп, бұл жаңа қазанның күйесі сияқты тазарту оңай емес қой, қазанның күйесін тазармайды да ғой вообще. Тазартсаң да ол тазармайды. Ол басқа оны таза ұстамаса, бірақ далада шоққа от тастауға ол бәрібір қараяды ғой. Сол сияқты бірақ миымыз біздің өзіміздің қолымызда, оны тазарта аламыз, ол таза ұстай аламыз ғой. Қатты күш керек, қыру үшін қатты күш керек. Үйде қазанды күнде жумасаң, оның үстінде майы жабысып, сыбасып, ол да жаңа тонна май болады ғой. Қырып, күнде тазартпағасын, күнде қырып, бір күн уақыттан кетеді. Қазір мен шүкір деймін да, бұрын қазандарын жуатынды ешқандай нелер жоқ еді, средстволар. Қазір бар ма? Адамдар былай ойнайды, бизнес серіктес болып бірден байып кетемін деп. Сіз бірінші классқа мектепке барасыздар, бірден 11-ші класста аттестатын аласыз ба? Былай өмірге ойланып қарайық, бала дүнияға келеді да, бірден жаңағыдай әйел 2 қабат болады, мына осы сөзді айтып жоқ, шын нәрсе бірден туа ма? Жоқ, 9 ай 9 күнде туа ма? 9 ай 9 күн. Бала туа салып бірден жүріп кете ма? Бірден сөйлеп кете ма? Гүлжан ханым бет басында үйретеді деп еді дейді. Бірақ ол кісі келмейді сабаққа бұл кісі. Кім бұл кісі? Гүлжан Маржан ханымға тіркелген. Бұрын өткен менен де ақпарат алған еді, келмейді сабаққа ешқашан. Сондықтан мынандай сіз мектепке әшейін-ақ алайықшы, өмірден алайық, қыздар, біз бизнесті алмай-ақ қояйық. Өмірден алайық, жай өмірден. Сіз мектепке бардыңыз 1-ші классқа. 1-ші классқа сіз келмей-ақ қой деді ма? Үйлеріңізде жата беріңдер ата-аналарыңызға 11-ші класс 18-ге келгенде қолдарына аттестатын алып келеді деп айтты ма? Жоғары оқу орнына түстіңіздер, орта оқу орнына түстіңіздер. Сіздерге не деді, колледж болсын, институт жаңағыда ректоры, балдарыңызға келмей-ақ қойыңыздар, біз бүгін тіркеп алдық. Ертең 4 жылдан кейін диплом қолына береміз, сосын барады врач болады, сосын мұғалім болады деп айтты ма? Мына өмірден-ақ үйренейік та, бір нәрсені үйренбесеңіздер, оған ынталанбасаңыздар, жаңағыдай жетелесем, сөйлесем, жетелесем, жүрмесем, білем ба, өлі тіріңді дейді да. Жетелесе, айтса, жүрмесеңіздер, қалай біз білеміз сізге не керек екенін? Қалай біз сізді бұл бизнесті үйретеміз? Өзіңіз адам жетектегенде жүрмесеңіздер, айтқанға көнбесеңіздер, сіздер үшін біреу істеп беріп, сіздер үшін біреу жаңағыдай жұмыс жасап, тіркеп қойып спонсорыңыз команда құрып беріп, сізге ақшасын үйіңізге апарып беріп отқан қалайсыздар ма? Ондай болмайды. Олай бай болмайсыздар, аласыздар 10 мың, 20 мың, 30 мың. Бірақ сіздер жаңағыдай 5 миллион, 10 миллион табыс тапқыларыңыз келіп жатыр, миллион тапқыларыңыз келіп жатыр. Бүгінгі сабақ осы.